Достар, сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет тағам дайындаймыз. Бұл фаршталған светофор бұрыштары өте дәмді, сочный, әдемі болып шығады. Үй үшін таңғалдырғыларыңыз келсе, осы тағамды дайындаңыздар. Ол үшін бізге осындай светофор бұрыштары керек болады. Қызанақ, бір пияз, бір сарымсақ, зелень кез келген, менде көк пияз, тауықтың еті, ірімшік және дәміне қарай тұз және қара бұрыш қажет болады. Тауықтың төс етін негізі кез келген еті бола береді. Менде осындай ет 4 бұрыштылап кубиктап тураймыз. Барынша майда болған дұрыс. Пиязды да өте майда қылып тураймыз. Блендермен майдалауға да болады. Бір сарымсақты майдалаймыз. Қызанақты да майда 4 бұрыш етіп тураймыз. Кез келген зелень, укроп, петрушка болса да болады. Менде көк пияз. Майда етіп турап, барлығын қосамыз. Ірімшіктің жартысын теркадан өткізіп, осыған қосамыз. Жартысын үстіне себуге алып қаламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Бір қасық қаймақ, майонезбен алмастыруға болады. Тұз, бір шай қасық, дәміне қарай бұрыш және мен паприка қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менде 4 светофор перец. Осыларды жақсылап жуып алып, екіге бөліп, осындай артық жерлерін, ішіндегі дәндерін толықтай тазартамыз. Қатты жері қала берсе болады, оны алып тастасақ, ішіне начинкасы дұрыс салынбай қалатын болады. Жақсылап толтырамыз. 4 үлкен перец болды менде. Осы начинка барлығын толтырып салуға жетті. Форманың астына сұйық май жағып, орналастырамыз барлығын. Пешімізді қыздырып қоямыз алдын ала 10-15 минут бұрын. Бетін фольгамен дұрыстап жабамыз. Инемен тесіп шығамыз 10 шақты рет. Қызып тұрған пешімізге 200 градусқа 50 минутқа жібереміз. 50 минут өткеннен кейін фольганың бетін ашып, қалған сырымызды, теркадан өткізілген сырды бетіне сеуіп шығамыз. Пешке тағы да 10 минутқа салып аламыз. 10 минут өтті, біздің сырымыз еріп, тағамымыз толықтай дайын болды. Жаңа айтқанымдай, өте дәмді болып шығады, түрінен де көрініп тұрған шығар. Іші сочный болып, күшті болып піседі. Бұл тамақты былайынша өзін немесе қасына гарнир қосып беруге де болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Солай жасау арқылы сіз менің каналымның алдыға қарай дамуына көмектесесіз. Сіздермен болған сандуғаш барлықтарыңызға ас болсын.